Сәлем достар, бүгін мен сіздерге мақсатқа жетудегі керемет формуланы ұсынғым келіп отыр. Егер сіз өз мақсатыңызға дұрыс жеткіңіз келсе, онда мақсатыңызды дұрыс қоя білуіңіз керек. Ол үшін мақсат қоюдағы өте керемет бір формула, смарт формуласымен қойған кезде сіз мақсатқа жетуде тез әрі оңай жете аласыз. Ендеше смарт формула дегеніміз не екен? Кеттік. Зымыранның жылдамдығымен өзіңді ақтағаннан көрі мақсатыңа тасбақаның баяулығымен болса да жылжығаның артық деп психолог Бодо Шефер айтпақшы. Адам шынымен де өзін көп жағдайда мақсатына жетпеген кезде өзгелерден кінә іздеуді, өзінен жауапкершілікті алып тастап, көптеген жағдайларда адамдарды кінәлап жатады, өзін өзі ақтап алып жатады. Бірақ ақтап алғаннан көрі тасбақа сияқты болса да жай мақсатыңызға жетудің өзі өте үлкен бір ерлік екенін сіздерге айтқым келеді. Ендеше смарт мақсат дегеніміз не? Смарт деген сөздің әрбір әріпі өзінің мағынасы бар екен, сол туралы қазір білетін боламыз. Мақсатқа жету оңай емес, ал мақсатты нақты және сауатты ойластыру одан да қиын екен. Сондықтан ең бірінші дұрыс мақсатты қоймасақ, дұрыс оны ұйымдастыра білмесек, ол қиындай түсе береді. Мысалы, мен арықтағым келеді деген ол мақсат емес, ол сіздің арманыңыз болып табылады. Көптеген қыздар мен арықтағым келеді деп көбінде солай ойлайды ғой, бірақ ол арықтағым келеді деп армандап бірнеше жылдар бойы жүре беру керек, өйткені ол смарт формулаға сай келмейді. Смарт мақсат қоюдың негізгі формуласы болып табылатынын сіздерге айтып өткен болатынмын жоғарыда. Ендеше смарттың әр әрпіне қалай сай келу керек сіздің мақсатыңыз, сол туралы қазір аражігін ашатын боламыз. Енді ол мақсатқа жетуде адамның алдында көптеген кедергілер кездеседі. Ол ағайын туған, достар, қоғам тарапынан, сіздің арманыңызға жетуде әртүрлі кедергілер болуы мүмкін. Мысалы, ата-ана тарапынан, жанашырлық танытып, балам олай жасама, уақытыңды кетіріп аласың, ол жерде ондай болмайды, мынандай болмайды дегендей әртүрлі кедергілер жасауы мүмкін. Бірақ сіз арманыңыз бар, ол арманға жетуге мақсатыңыз бар болатын болса, әртүрлі кедергілерді жеңіп үйрену қажет екенін осы фото жақсы жеткізіп тұр деп ойлаймын. Енді мақсат нақты болу керек екен, құрметті оқырмандар. Яғни мен арықтағым келеді деген ол тек қана арман болып қалады, Ал егер сіз нақты неше килограммға арықтағыңыз келеді? Мен 12 килограммға арықтағым келеді. Яғни екінші бағандағы сөйлемде мақсатты айқындайтын сөздер беріліп отыр. Яғни смарттың бірінші әріпі С, нақты болу керек екен мақсат. Және ол мақсат өлшену қажет екен, өлшену қажет дегенде сіз 12 килограммға қалай арықтап жатсыз, оны сіз қалай өлшейсіз, сіз мақсатыңызға келе жатқаныңызды, мақсатыңызға біртіндеп қадам жасап жатқаныңызды, орындап жатқаныңызды қалай біле аласыз. Яғни оны өлшеп білу керек екен. Яғни мақсатыңыз нақты, айқын, мен 12 килограммға арықтағым келеді. Ал қалай өлшенеді екен? Ол үшін айына 1 килограммға арықтап жатқанымды білу үшін джинсы шалбармен өлшеймін, немесе таразыға тұрып өлшеймін дегендей сіз мақсатыңыздың орындалып жатқанын өлшей алуыңыз керек екен. Сондықтан мақсат жазған кезде осында қалай өлшей алатыныңызды міндетті түрде белгілеп кету керек. Және мақсат қол жетімді болу керек екен. Attainable деп ағылшынша айтады, яғни сіздің мақсатыңыз қол жетімді болмаса, оған сіз миыңызде, өзіңізде сене алмайтын болсаңыз, мақсатқа жету кішкене қиындай түседі. Шамадан тыс бір үлкен мақсат қоймау керек. Мысалы, мен бір аптада 12 килограммға арықтаймын деген өте үлкен мақсат, оған сіз де сенбейсіз, миыңыз да сенбейді. Оны сенбегендіктен оны орындау кішкене
күрделі болып жатады. Ол сенбегендіктен оны орындалуына күмән туған кезде адамның бойындағы мотивация да кетіп қалады, көңіл күйі түсіп, көңілі қалып қалуы мүмкін. Мысалы, айына немесе бір аптада 12 килограммға арықтаймын десеңіз, оған жету өте қиын. Сондықтан мүмкіндігінше қарай мақсат қою керек. 12 килограммға бір айда емес, мысалы бір жылда жетуге болады, 6 айда жетуге болады. Сондықтан ол мақсатқа жету үшін адамның мотивациясы да қажет, мотивацияны көтеру керек. Мысалы, сіз айына 1 килограмм арықтау мақсатыма жетсем, онда мен өзіме осындай сыйлық аламын, помада аламын, маникюр жасатамын дегендей қолжетімді сыйлықтар жасап тұрсаңыз, ол мақсатқа жетудегі мотивацияны ары қарай көтере береді. Мысалы, міне енді 3 қадамына келдік қой мақсат, нақты мақсат бар. Мен 12 килограммға арықтағым келеді, өлшенетін. Ол үшін айына 1 килограммға арықтап жатқанымды білу үшін джинсы шалбарыммен өлшеймін, яғни таразыға тұрам, немесе қысып тұратын джинсы шалбарыммен өлшеймін. Яғни сіз өлшей аласыз, 12 килограммға арықтағаннан кейін сіз жаңа мақсат қоя аласыз. Енді сіздің мақсатыңыз маңызды болу керек екен. Ол сіз үшін маңызды болу керек екен. Сіздің өміріңіз үшін маңыздылығы өте үлкен болу керек екен. Сіз біреу үшін арықтау емес, өзіңіз үшін арықтау. Егер мақсатқа жету сіз үшін маңызды болмаса, қайталап айтам, мақсатқа жету кішкене қиындау болады. Көбінде біз былай ғой, жігітім үшін арықтаймын, күйеуім үшін арықтаймын, немесе адамдардың сөзін естімеу үшін арықтаймын деп біреу үшін арықтайтын болсаңыз, онда ол мақсат сізге ешқандай маңыздылығы жоқ. Сіздің денсаулығыңызға, сіздің өзіңізге ешқандай маңыздылығы жоқ болып табылады. Мысалы, 12 килограммға арықтағыңыз келсе, сіз спортпен айналысуға, әртүрлі тамақтарды шектеуге дайынсыз ба? Сізге ол маңызды ма? Сізге ол не береді арықтау? Яғни өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңіздің жеке басыңызға қандай маңыздылығы бар екенін анықтауыңыз керек. Егер бұл жерде біреу үшін арықтайтын болсаңыз, онда смарт мақсаттың маңыздылығы деген пункт дұрыс болмайды, яғни смарт талабына сай келмейді. Мысалы, мына жерде енді 4 қадамын қарап көрейік. Нақтылық бар. Мен 12 килограммға арықтағым келеді. Ол үшін айына 1 килограммға арықтап жатқанымды білу үшін джинсы шалбарыммен өлшеймін. 12 килограммға арықтағаннан кейін жаңа мақсат қоямын. Яғни өлшенеді мына жерде. Енді артық салмақтан арылу арқылы денсаулығымды қалыпқа келтіремін және жеңіл қимылдаймын. Маңыздылығы да бар сізге, және қол жетімділігі де бар, яғни айына 1 килограммға арықтайсыз. Енді смарт мақсаттың соңғы әріпі, Т әріпі, міндетті түрде сіздің мақсатыңыз арман болып қалмау үшін оны уақытпен шектеу керек, уақытпен белгілеу керек. Егер сіз мен 12 килограммға арықтағым келеді деп тек қана осы мақсат қойсаңыз, онда сіз 10 жыл, 20 жыл бойы арықтап жүре бересіз. Міндетті түрде уақытпен шектелу қажет. Уақыт берілу керек. Уақытпен шектелмеген жағдайда оны сіз мақсатқа жету процесін бақылауыңыз кішкене қиынға түсіп қалады, қиынға соғып қалады. Сіз мақсатқа жете алуыңыз ұзақ уақытқа созылып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде уақытпен белгілеу керек. Ендеше смарт мақсат қандай болады екен, оны қарап өтейік. Міне, нағыз толыққанды мақсат смарт формуласымен жасалынған үлгіні көріп отырсыздар. Мен 12 килограммға арықтағым келеді. Ол үшін айына 1 килограммға арықтап жатқанымды білу үшін джинсы шалбарыммен өлшеймін. 12 килограммға арықтағаннан кейін жаңа мақсат қоямын. Артық салмақтан арылу арқылы денсаулығымды қалыпқа келтіремін және жеңіл қимылдаймын. Мақсатыма жету үшін 2021 жылы қаңтар айынан желтоқсан айына дейін уақыт белгілеймін. Яғни қараңыздар, смарт формуласына сай келе ме? Нақтылық бар ма? Нақтылық бар. Өлшенеді ме? Өлшенеді. Қолжетімділік бар ма? Қолжетімділік бар. Маңыздылығы бар ма? Маңыздылығы бар. Уақытпен шектелді ма? Уақытпен шектелген. Міне, осы мақсат сіздің нағыз смарт формуласына сай мақсатыңыз болып табылады. Бұл тек қана арықтау емес, кез келген іс-шараны мақсат етіп қойған кезде смарт формуласына сай келе ма? Смарт формуласының талаптарына сай келе ма? Тексеріп шығуларыңызға болады.
смартты қалай қолдану керек? Жақсылап ойланып, ақ қағазға мақсатыңызды жазыңыз. 5 критерий бойынша тексеріп шығыңыз, жаңа талаптарына сай келе ме, келмей ме. Смарт мақсатқа жету үшін алдыңызда қандай мүмкіндіктер мен кедергілер бар екен анықтауға көмек береді. Мақсатты талдау барысында позитивті бағытқа жол алып толқынды ұстап алу керек. Сол кезде сіздің шынайы қалауыңыз анықталады. Осылай өзгелердің айтуымен қойылған мақсатқа емес, өзіңіздің шынайы мақсаттарыңызға жетуге көмек береді. Осы жерде позитивті бағытқа жол алып дегенде, мен арықтағым келмейді, арықтау қиын, ол үшін мен тамақ жемеуім керек па, таңертең ерте тұруым керек па, ол қиын ғой, қашан бітеді деп негативті тұрғыда мақсат қойсаңыз, ол әрине орындалуына кішкене кедергі келтіреді. Сондықтан мақсат қойған кезде міндетті түрде позитивті бағытта болуын қадағалап отырыңыз. Енді мына психологтардың зерттеуі бойынша мақсатты қағаз бетіне түсірген жағдайда мақсатқа жету ықтималдығы